Қызметі қауіпті, күнделікті қатер, сан түрлі тәуекелдермен бет-бет келетін Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының қызметімен таныс боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құтқарушылардың қандай техникалары бар, сонымен танысамыз. Жалпы қанша техника бар сіздерде? Айтып кетсеңіз. На сегодняшний день в отряде 23 единицы техники имеется. В данный момент мы находимся возле автомобиля КАМАЗ-43-18. Его назначение автомобиль многофункциональный, повышенной проходимости. Біздерде мына жерде газель, В данный момент у нас имеются на стоянке 3 автомобиля. Это на базе газели, оперативно-спасательные автомобили. В каждом отделе закреплен каждая техника. Біздерде мен түсінген бойынша құтқарушыларға арналған, суға батқан кезде адамды құтқаруға арналған киімдер, құралдар, толық айтып кетсеңіз. Бұл құралдар суға сүңгуірлерге арналған құрал-жабдықтар. Ол құрал-жабдықтарды біздер адамды іздестіру кезінде қолданамыз. Бұл мысалға бұл жаз айдындарында келетін костюм. Бұл костюмді киіп адамды құтқаруға да болады және іздестіру жұмыстарын жүргізуге болады. Және де водолазный боты бар. Ол адам дейтін суға түскенде құтқарушы сол кезде бірге киіп түседі. Оның әрбіреуі 5-5 килограммнан. Және де водолазный груз дейміз. Водолазға арнайы киілген груз. Жазғы уақытта киілген груздар. Қысқы костюмдер бар, соны кигенде осы груздарды қолданамыз. Бұл 24 килограмм кигенде. Бұл әрбіреуі 3 килограммнан 10-15 килограмм айналасында. Адам водолаз суға түсерде 70-80 килограмм киім киеді. Есім Қарабас Азықхан болады, басқа қарасу қызмет атқарамын. Бұл гидравлика деген жедел шақырылған жерде, мысалы үшін ДТП әрбір жағдайлар болады ғой. Сондайда қолданатын құрал гидравлика. Фирманың аты Халматра. Бұл дейтін насосная станция дейді. Бұл гидравлический не. Сосын электрический тоже нелер бармыз, біздің инструменттарымыз. Осыларды қолданамыз әрбір жағдайда. Базар болса өзіміз неміз бар, байықты дайындап бәрі. Мынау дейтін, мынау универсальный комби резак деп айтады. Мынау дейтін, үш жағын тартып, үш положениесі бар. Кесе алады, еще тарта алады, еще қыса алады осындай. Өзінің насадкілер болады мына жерде. Универсальный комби резак деп айтаймыз осыны. Сосын және де мына осы тұмсығының арқасында қысалатқан өзінің 720 бар береді ең бірінші басында. Еще түрлі жағдайлар болады, ол завалдар, жердің несін бетонның астына қалып қояды. Сондайларды да көтеруге өте жақсы құралдар. Нелер алынады, насадкілері әртүрлі жағдайда. Сосын екі КАМАЗдар бір-бірінен шыға алмай жатырған жағдай болады, балшыққа батып. Сол кезде өте керемет нәрсе бар. Бір жағын тексертеді, өзінің цеп құралдары бар. Сонымен бірге тартып, бұл тек қана спрейде өтеді, тек қысады, және де тартады. Былай, сол екі неде жұмыс жасайды. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз, Есімім Бекен болады. Мамандығым мұнда құтқарушы болып жасаймын. Негізгі мына жүзу құралдарын обслуживаниемен айналысамыз. Мынау енді біздің құтқарушыларымыздың негізгі міндетінен басқа қосымша арамызда өзіміздің дәнекерлеушіміз бар. Солардың күшін пайдаланып, өзімізге жаңадан тұрақ салып жатырмыз. Автокөліктерге, қайықтарға күннің астында тұрмасын деп. Гараж дейміз, ангар дейміз. Өз күшімізбен, өз қолымызбен сол көліктеріміздің бәрі сиятындай қылып ангар салып отырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай 4 қайық тұр осы жағаның басында. Қайықтардың аты венбот. Каждый қайыққа 6 адамнан мінеді. Осы қайықтар 4 қайық, 4 отделдің қайығы. Қай отдел өзінің дежурствосына түседі, сол өзінің қайығын пайдаланып, құтқару жұмыстарын осы жерден жасай береді. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағы 2001 жылы құрылған болатын. Жалпы бұл облыстық әкімдіктің шешімімен құрылды. Ол кезде ол облыстық жедел құтқару жасағы
мүлелі бір мемлекеттік мекемесі болып құрылды. Ол кезде 2001 жылы. Одан бері енді реформалар болды. 2015 жылы жедел құтқару жасағына мына судан құтқару қызметі келіп қосылды, енгізілді. Одан кейін енді 2019 жылы тағы да реформалардың негізінде біздер енді мына облысымыздағы мына өрт сөндіру және авария құтқару құралдары қызметінің құрамына енгізілді. Енді қазіргі күнде біздер бір мына құрылым болып еңбек етіп жасап келе жатырмыз. Енді жалпы жасақтың құрамында 72 адам қызмет етеді. Жасақтың құрамында медициналық бөлімшесі, группасы, тобы, сонымен қатар психологиялық топ, онымен қатар сүңгуірлер тобы, онымен қатар автомобильдік жүзу құралдарына байланысты солардың жұмысын ұйымдастыратын бірліктер бар, топтар бар. Осындай жағдайда жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің жасақ жалпы деген облыс бойынша күні бүгінде 4 жерде бөліп орналастырған. Бұл енді өздеріңіз отырған осы жердегі орталық база. Бұл енді Чаган өзенінің жағасында орналасқан. Сонымен қатар Гагарин көшесінде біздердің өзіміздің немізбен ұйымдастырылған оқу жаттығу базасы бар осы қаланың өзінде. 2 жерде орналастырған. Сонымен қатар енді екеуі Ақжайық және Теректі аудандарында Шалқар көлі бойымен, сосын Чапаев елді мекенінде орналасқан. Мұнда барлығы осылай негізгі жұмысымыз деген тәулік мерзімде манағыдай жұмыс атқару, тәулік мерзімде бір күн жасап, құтқарушыларымыз 3 күн демалады. Қазіргі күнде график бойынша 72 адам бар. Күніне біздерде мына орталық бойынша 12-13 адам күн сайынғы мына кезекшілікке түседі жұмысқа. Сосын мына 3 күнге кетіп, сосын тәулік бойы күн сайын ауысып тұрады. Мен жедел құтқару жасағы құтқарушысы медбикесі Самарханова Гүлбаршын Жәлелқызымын. Мен жедел құтқару жасағының құтқарушыларының ауысым алдында таңертеңгілік ауысым алдындағы медициналық тексерісті өткіземін. Жедел құтқарушылары күнделікті шығулар болып тұрады біздерде. Сол кезде медициналық көмек керек болған жағдайлар болады. Ол кезде біздер медбикелер құтқарушылармен бірге көмекке барамыз. Сол кезде мынандай медициналық қобдишаларымыз болады. Бұның ішінде алғашқы көмекке арналған дәрілеріміз бар. Сол дәрілермен көмектесеміз. Мен Жақсыгалиева Нұрлы Максимқызы, жедел құтқару жасағының бас құтқарушы психологы болам. Бүгін сіздерге осы жедел құтқару жасағындағы психологиялық жұмыстың бағыттары туралы түсіндіріп айтатын болам. Жалпы психологтың жұмысы, психологиялық жұмыс қызметі 2 үлкен бағытты қамтиды. Ең бірінші бағытында диагностикалау, қызметкерлермен диагностика жүргізу, психологиялық профилактикалық іс-шаралар жүргізу, сонымен қатар психологиялық түзету, дамыту жұмыстарын жүргізу. Оның мақсаты қызметкерлердің психоэмоционалды тұрақтылық күйін сақтау мақсатында. Сонымен қатар біздің қызметіміздің ең маңызды бір бөлігі зардап шегушілерге жедел психологиялық қызмет көрсету. Бұл біздің қызметкерлерге арналған психологиялық жеңілдету бөлмесі 19 квадрат метрден кем емес. Бұл жерде бізде әртүрлі қызметкерлердің психоэмоционалдық тұрақтылығын сақтауға байланысты түзету, дамыту жұмыстары, тренингтік шаралар жүреді. Осы көлемде мына жерде пузырьковый панель деп аталады. Бұл жаңағы адамның жай демалуға, психологиялық, эмоционалды тұрғыда демалуына үлкен әсер етеді. Сонымен қатар қызметкерлерге арналған массаж кресло. Бұл толық ұрғылау, сипалау, қысу арқылы жасайтын және де қосымша белді қыздыру арқылы емдік элементтері бар массаж креслосы. Бұнда қызметкерлердің бұлшық эмоционалды тұрғыда бұлшық еттік қысымдарын түсіруге арналған массаж пайдаланамыз.